Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге таң шуақты болсын деп тілейміз. Эфирде қайырлы таң Ақтөбе ақпарат саласы бағдарламасы. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамыздармен қарай жалғастырамыз. Дәл осы тұста қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Ендеше қонағымызбен таныса өтейік. Ақтөбе облысы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы, полиция майоры Молдашқалиев Серік мырза. Серік мырза, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй жақсы. Енді 2026 жылға да қадам басып жатырмыз. Биылғы жылы көптеген өзгерістер енгізіліп жатыр. Енді осы жайында өзіңізден арнайы сұрағымыз келіп отыр. Сіздердің салаларыңызда қандай өзгерістер еніп жатыр? Жалпы қазір полицияның саласында өзгерістер болғанда мемлекеттік номерлерді қазір қолжетімді болып, халыққа ыңғайлы болып алуға рұқсат етілді. Одан кейін МРП дейміз ғой, айлық есептік көрсеткіштер саны 10%-ға өсті. Сол бойынша айта кетейін. Айтпас бұрын жалпы қазір облыс аумағында ауа райына жағдайына байланысты бір ескерту ретінде айта кетейін. Мына өзіміздің көрермендерімізге қазіргі таңда ауа райының қолайсыздығына байланысты Ақтөбе облысының сырт жолдарында көп бағытқа барлық көлік түрлеріне жалпы жолға шектеулер қойылды. Яғни ол Ақтөбе Хромтау бағытына, Ақтөбе Атырау бағытына, яғни Алға, Қандыағаш, Темір, Байғанин бағытына, одан кейін Ақтөбе Қабда бағыты бар. Батыс Қазақстан облысы Ойыл жаққа қарай. Сонымен қатар Ақтөбе Әлімбет, яғни Ақтөбе Орск бүкіл көлік құралдарына жол шектеу қойылды. Сонымен қатар Ақтөбе Орынбор тас жолында жүк көліктері мен қоғамдық көліктеріне шектеу қойылып отыр. Қазіргі таңда жол иелері мен жолдың беті, яғни жабындысы түгелімен ашылғаннан кейін жол иелерінің шешімімен жолдар ашылатын болады. Ашылған уақытта полиция департамент қызметкерлерімен міндетті түрде ілесіп жүру жұмыстары жүргізіледі, яғни сопровождение. Сол себептен құрметті жол қозғалысына қатысушылар, жүргізушілер, қазіргі таңда жолдар ашылғаннан кейін ілесіп жүру кезінде сіздерде жолда жүру ережелерін қатаң сақтап, қарсы бағытқа шықпай жылдамдық режимін сақтап, және де арақашықтық сақтауды сұраймыз. Қымбатты көрермендер, бізді көріп отырған барша телекөрермендер, өздеріңізге енді шағын ғана кішігірім ескерту болсын. Енді бүгін ауа райына байланысты енді полиция қызметкерлерінің жаңа айтқан мәлімдемесіне тыңдауларыңызға шақырамыз. Енді жол ашылған кезде міндетті түрде хабарламалар келетін болады. Сол көзде емін-еркін шыға аласыздар. Ал енді Серік мырза, жаңа өзгерістер бойынша. Өзгерістер бойынша айта кетейін, жалпы 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда айлық есептік көрсеткіш 4325 теңгеге өсті. Бұл 2025 жыл 3932 теңге болса, салыстырмалы түрде 10%-ға өскені байқалып отыр. Содан кейін мемлекеттік тіркеу номерлері деп айтыр ғой, халық үшін жалпы қолайлы жағдай жасау мақсатында 2026 жылдың 5 қаңтарынан бастап азаматтар кез келген мемлекеттік тіркеу номерлерін ала алады. Яғни олар мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына барып, өздерінің заявкалерін беріледі. Енді ақпарат үшін айта кетейін, жалпы кешегі 5 қаңтар күні басталды ғой, таңертеңнен басталды. Сол уақытта 500-ден астам заявка қабылданды бір күннің ішінде. Өтініш түсті. Сол өтініштің ішінде ол қолжетімді әдемі номерлер, зеркальный номерлер деген болады, олар бөлінеді. Жалпы негізі бұған дейінгі заңнамаға сәйкес жоғарғы сұранысқа ие дейміз, повышенный спрос дейміз ғой. Сол сияқты номерлер бұған дейін болды. Тек өзгеріс енгізілгені ең қолжетімді әдемі номерлер мен зеркальный номерлерді алуға мүмкіншілік берді қазіргі таңда. Олардың бағаларына айта кетейін, жалпы әдемі номерлер санатына жататындар мысалы 0.93, 0.81, 82, 83 деген сияқтылар, олар әдемі номер есебіне жатады. Олардың айлық есептік көрсеткіші 10 болып тұр. Қазіргі таңда теңгеге айналдырғанда 43252 теңгеге алуға мүмкіншілік бар. Сосын зеркальный номер дейміз, яғни олар үш саны бірдей болмайды, бірінші саны мен үшінші саны бірдей болады. Егер мысалы 181, 272, 383 деген сияқты номерлерді олар зеркальный деп атаймыз. Олардың бағасы жалпы 64875 теңге, яғни 15 МРП АЕК дейміз, қысқаша айтқанда, айлық есептік көрсеткіш болып тұр қазіргі таңда. Ал оның алдында заңнамаға сәйкес олар өзгеріссіз қалды. 3 әріп бірдей әріптер, мысалы цифрларды қоспаған уақытта 3 бірдей әріп, олар 57
айлық есептік көрсеткіш, яғни бағасы 246.525 теңге болып тұр. Сонымен қатар таңдап цифрлар сериясы, мысалы 0,10, 0,20, 0,30, 0,40 деген сияқтыларда оларда осындай бағасы бірдей 57 айлық есептік көрсеткіш болады. 246.525 теңге. Егер бұған бірдей мысалы танымал цифрларға үш бірдей әріп қосатын болса, мысалы бұған дейін бұл заңнамада бар, просто для информации айта кетейін, онда 114 айлық есептік көрсеткіш болады, яғни 493.050 теңге болады. Сосын біздерде қымбат және премиум дейтін бөлінеді сандар, яғни олар 100, 111, 222, 333 дегенделер. Олар уже қымбатырақ келеді, яғни 137 айлық есептік көрсеткіш, олардың бағалары 592.525 теңге. Оларға егер үш бірдей әріп қосатын болса, одан ары қымбат болады, яғни 194 айлық есептік көрсеткіш болады, олардың бағасы 839.050 теңге болады жалпы. Бір күнде енді 500-ден астам өтініш түскеннен кейін, енді шынымен де әлеуметтік желіден де көріп жатырмыз. Осы халыққа қызмет көрсету орталықтарында кезекте тұрып жатыр адамдар. Енді қандай нөмірлер әлі күнге дейін рұқсат етілмеді? Мен естуім бойынша 001 деген секілді, 001-лер бұған дейін бір санда. Олар рұқсат етілді, олар VIP нөмірлері қатарына жатады. Яғни олардың айлық есептік көрсеткіш 228 айлық есептік көрсеткіш, яғни олардың бағасы 986.100 теңге болып тұр. Қазіргі таңда ол 2026 айлық есептік көрсеткішпен есептеген уақытта. Олар 001, 009-ға шейін, 007-лер бұған дейін болды. Ол кез келген азамат ала алатын еді. Просто олар жаңа VIP нөмір қатарына жатқасын, олар қымбат болып келеді. Қазіргі өзгеріске тамада зеркальный мен жаңа қолжетімді әдемі нөмірлерге қазір көп сұраныс бар. Енді қазіргі таңда халық ыңғайлы болғасын, бүкіл енді азаматтар, осы тұрғындар өздерінің фамилияларына сәйкес, или атына сәйкес деген сияқты өздерінің әріптерін таңдап, қазіргі таңда нөмірлер алуда. Сонымен қатар кеше автоцонда, яғни халық қызмет көрсету орталығында мамандандырылған приложениемен де алуға рұқсат етілді. Ол айбеттен кейін шықты. Кеше Евразийский банк мобильді қосымшасы бар ғой, сол арқылы сояқта пунктісі бар, номер алуға, VIP номер, заказ VIP номер деген. Сол пункттен де заявка кеше қабылданған болатын. Егер қазіргі таңда енді автоцонда көп очередь көп деген сияқты, мысалы не болса туындаған жағдайда кезектен азайту мақсатында немен сөйлесу неге болады, қосымша мобильді евразийский именно қосымшасымен. Осы бір сәтті пайдаланып, енді бізде алғымыз керек секілді, шынымен енді қымбатты көрермен, бұл тамаша жаңалық 2026 жылдағы, яғни өзіңіз қалаған нөміріңізді осы бір халыққа қызмет көрсету орталықтарынан, мобильді қосымшалардан алсаңыздар болады. Енді одан бөлек халықтың енді көп сұрайтын тағы бір сұрағының бірі айыппұлдар жайында. Өсті ме, азайды ма, осы жайында да бір айтып өтсеңіз. Айыппұлдар жалпы олардың саны негізі жылдың басында өзгертілетін айлық есептік көрсеткішке байланысты болады. Былай өздерінің жалпы айыппұлдар ешқандай өзгеріссіз қалды, сол күйінде қалды. Жалпы айта кетейін, 2025-тің 12 айдың қорытындысы бойынша Ақтөбе облысы полиция департаменті қызметкерлерімен 505.610 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Олардың ішінде именно айыппұлға салынғандар әкімшілік құқық бұзушылықтар 445.000 айыппұл әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Яғни 505.000 ол деген жаңа бізде предупреждение дейтін бар бөлінеді ғой. Сол сияқты ескертулер болады. Ал 445-і яғни ол айыппұл салынып отыр. Яғни 6.731.543.000 айыппұл салынып отыр. Жалпы жол қозғалысы бойынша әкімшілік құқық бұзушылық бізде бөлінеміз. Енді 405 жалпы жол қозғалысы бойынша 405.770 айыппұл салынып отыр жол қозғалысы бойынша. Сосын және де бізде қазір автоматты режимде жұмыс істейтін арнайы техника құралдар бар, яғни 257 арнайы техника құралдар бар. Олар жаңа камералар бар, автоураган дейміз, өзіміз автокөліктеріміз. Олардың көмегімен жалпы 228.000-нан астам жол қозғалысы ережесін бұзу фактілері анықталып отыр. Процессор орталық деген болады, бізде оларды арнайы біз өзіміздің техниктарымыз отырады, жаңа камерадан қарап, солардың көмектерімен 256 әкімшілік айыппұл төлеу қажеттілігі туралы нұсқамалар жіберілген болатын халыққа жалпы. Олар жаңа камерадан анықталған құқық бұзушылық бойынша. Содан бөлек жалпы айта кетейін, ақпарат ретінде жалпы жол көлік оқиғалары бойынша
Жалпы жыл қорытындысы бойынша біздің аумақта, енді Ақтөбе облысы аумағында 2007 жол көлік оқиғасы орын алды. Өкінішке орай ояқта 134 адам қаза тауып, 2919 адам дене жарақатын алып отыр. Енді айтып отырсыз, жалпы камералардың көмегімен біз анықтап отырмыз, осындай қылмыстардың барлығын. Енді қаншалықты тиімді сіздердің жұмыстарыңызды жеңілдетуге, енді барлығымыз білеміз, соңғы 1,5 жылдықта делік, осы камералардың жұмысы қарқынды түрде жұмыс жасап жатыр. Иә, қазір камераны алдағы уақытта біздер жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп тағы да қосымша камералар орнатуға ұсыныстарымыз бар. Өзіміздің ол кез келген біз авариялық қауіпті учаскелерге, мысалы көп авария болатын жерге жылдамдық режимін сақтамайтын учаскелерге, мысалы жылдамдық өлшейтін құралдарын қоюға ұсыныстар бердік. Алдағы уақытта 2026-та да бұл жұмыстар жалғасатын болады. Яғни қазіргі таңда біздерге, мысалы полиция қызметкерлеріне көптеген жеңілдік берді. Яғни қазіргі таңда мысалы баяғыда радар дейтін болды, радарды мысалы населенный пункттерде қазір елді мекендерде алып тастады. Ол автомат түрде режиммен уже жылдам режим сақтамайтын жүргізушілерді анықтаймыз мысалы. Одан бөлек бізде қорғау дейтін программамыз бар. Өзіміздің арнайы, яғни ояқта мысалы жүргізуші бір жерде мысалы бір нарушение жасап, басқа жерде тағы басқа нарушение жасаса, ол уже біздің қорғау базамызға түседі. Сол қорғау базасы арқылы жалпы олар как грубый нарушитель ретінде біздің өзіміздің планшетімізге, яғни біздің қызметкерлерге бағдарлама береді. Яғни осындай жүргізуші уже грубый нарушитель деген сияқты. Сол бағыт бойынша қазір автокөлік тоқтатылып, жалпы арнайы тұрақтарға немесе әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Жақсы. Серік мырза, енді бір тақырыптан шамалы бөлектеу сұрақ қояйын. Енді шынымен де осы күннің қандай болуына да қарамастан жолға шығып, осы бір халықтың жол ережесін бұзбауға, ешқандай бір жол көлік оқиғасы болмауына алдын алу үшін енді өздеріңіз тер төгесіздер, үлкен еңбек атқарасыздар. Сондықтан сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Шынымен де бізді көріп отырған телекөрермендердің барлығы осы бір жаңағы ескертулерді құлақ қағыс етсе дейміз. Енді жалпы өзіңіз, Серік мырза, осы бір полиция қызметіне қалай келдіңіз? Осы жайында да бір рұқсат болса сұрап өтсек. Жалпы полиция қызметіне негізі 2015 жылы жұмысқа тұрдым. Оған дейін одан алдында борышын өтеп келдім 2013-2014 жылдары. Сол осы одан алдында борышын өтеп келгеннен кейін барып, осы полиция қызметкеріне кірем деген ниетпен кірдік осы жұмысқа. Сол салада уже 10 жылдан астам қызмет етіп келе жатырмық. Осыған сәйкес жалпы полиция саласында жалпы өзінің басында енді сержант боламыз. Одан кейін арналы атақтарын береді уақытылы. Одан кейін офицерский составқа өттік. Сөйтіп жалпы өсіп осылай келатырмық. Жалпы енді жас мамандар қызығып келіп жатыр ғой. Қызығып келеді. Енді қазіргі таңда көптеген көмек үкіметтен мысалы айта кетейін, бізде квартирный дейтін болады, төленетін мысалы отбасы мүшелеріне бір хабарлама ретінде айта кетейін, полиция қызметкеріне кіретін болсаңыздар, жалпы квартирный дейтін төленеді, әрбір отбасы мүшесіне арнайы өзінің сомасы бар, төленіп отыратын. Соған одан кейін киім, өзіміздің берген үкімет бәрін береді, аяқ киім кешен бәрін өздері киіндіреді біздерді мысалы. Сондай көмектер бар, өзінің плюстары енді көптеген. Енді онда ешқандай бір не жоқ. Полициядан қорқатындай. Жаңа жылда енді жаңа табыс тілейміз. Болашақта енді осы бір кәсібіңізден үлкен биік белестерге шығуыңызға тілектеспіз. Арнайы алтындай уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге сізге мың алғыс.